Қалмақтың ханы Қонтажы қазақ елін 3 рет шауып алғанда, малдан бөлек сол шабылғанын ішінде бірталай ұл мен қызда кетіпті. Соны сұрап Қазбек елші жіберсе, Қонтажы ешбір есе бермепті. Сондықтан қазақ билері Абылай ханның ордасында бас қосады. Үстінде ойылы қазақ шапаны, басында бөрігі бар қазақ билерінің бірі сөз бастайды. Қалмақта шынымен ақ, ұлымыз құл, қызымыз күн болып бара ма? Қол жинап, бір шайқасақ қайтеді? Шайқасақ, кегіміз қайтарайық. Сонда үстінде асыл тастармен көмкерілген оқалы шапаны, басында биік бөрігі бар Абылай хан ойланып, байыппен жауап береді. Біз әлде тілі өткір елші жіберіп сынасқанымыз жоқ. Іріктеп елші жіберіп, оған есе бермесе, сонсын шайқасайын. Ол жұмысты қара кесек Келдібек би саған жүктеймін. Жақсы хан ием. Жиналған қазақ билері бәтуа қылып сөз байласады. Келдібек би өзі бара алмай, өзіндей кісі таба алмай, ақыры Келдібек Қазбек деген үлкен баласын ұзақ жолға жіберіп, сынамақшы болып, үстінде жеңіл кеудешесі бар, далада асық ойнап жүрген баласына келіп, балам, жөн айтуды, жол айтуды білем екен деп сынайды. Ассалаумағалейкум, ассалам. Балам, сенің атың кім, жөнінді айтшы. Атым Қазбек, әкем Келдібек. Шаншардың немересі болам. Балам, сенің осылай асық ойнап, тай үйретіп жүргенің жақсы ма? Жоқ, жақсылардың қасына айырып, ел танып, жер танып жүргенің жақсы ма? Балалық дәуірде тәтті екен, оны да тастағым келмей тұр. Бірақ жақсылардың қасына айырып, ел танып, жер танып, сөз танығанның дұрыс болмас. Олай болса, Абылай хан мен Тайкелтір биге сәлем беріп қайтшы. Жақсы әке. Қанша дегенмен бақылап жүрерсің, қасына 10 кісі ертіп, астына Телқоңыр дейтін атты ертетіп жіберемін. Жақсы. Сөйтіп Абылай хан мен Тайкелтір биге сәлем бер деп, қасына жігіттерді қосып, Келдібек би баласын ханға жібереді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Балам, сен кімнің баласысың? Атым Қазбек, әкем Келдібек. Қай жаққа жол тарттың? Мен ауылда жүргенде балалардың басшысы едім. Енді ағаларымның атшысы болайын деп келдім. Тай бәйгісі мен құнан бәйгісін көріп едім. Енді ат бәйгісіне қосылайын деп келдім. Сонда Абылай қарт-қарт күліп: Жарайды балам, жарайды. Барсаң бар. Тайың да жақсы екен, сөзің де жақсы екен. Ал балаларым, жүріңдер. Абылай бастаған топ балалардың ат бәйгесін көруге келеді. Қол дабылды қағып жіберіп, дау еткізіп, сау еткізіп жүріп кетті. Ыңғай жаратып, таңдап мінген қаз мойын, қамыс құлақтар еттері қызып, біреуі желіп, біреуі жортып келеді. Телқоңырдың еті қызған сайын аузынан көбік шашып, алдарын орап, ортекеде ойнап келеді. Ауыздығымен алысып, баланың қолын қиып жібере жаздап келе жатқанда, Абылайдың балаға тағы назары ауады да Қазбекті шақырып алады. Балам, сен бері келіп кетші. Балам, сен шыныңды айтшы. Атшы болдың келе ме, әлде басшы болдың келе ме? Тәйірі, мен жол көрген ағаларымның қасында басшы болып не қылайын? Атшы болсам да жарар. Ал батырларым, жолдарың болсын, алдарың ол жаға толсын, басшыларың Тайкелтір би болсын.
Хандарың қарқаралы хан Бертіс болсын, батырларың Малай Сары болсын, атшыларыңнан кіші Қазбек болсын, үлкендеріңді кішілерің сыйлаңдар. Көп арасында мына Қазбек сықылды кішінің де сөзін тыңдаңдар. Жат елдің алдында жақсы елдің баласы ұқсап тұрыңдар. Қалмақтың ханы Қонтажы асып туған, тасып жүрген хан ғой. Қол бастайтын батырмын, жол бастайтын көсеммін, сөз бастайтын шешеммін деп жүрген хан ғой. Мұнда қол бастайтын батыр болу да қымбат, жол бастайтын көсем болу да қымбат. Бәрінен де ел тағдыры шешетін шешем болу қымбат. Елдестірмей келшіден, жауластырмау жаушыдан, елдесе алмай жауласып кетсек, сендердің шеберсіздіктеріңнен болады. Жауды алмаз қылышпен де көндіруге болады, өткір сөзбен де көндіруге болады. Мылтықпен айтып жығуға да болады, сөзбен айтып жығуға да болады. Ауыздан шыққан сөз атылған оқпен бірдей қайтып ала алмайсыңдар. Сөз сөйлегенде абайлап сөйлеңдер. Үстерінде жеңі қысқа, етек жағы ұзындау келген, дөңгелек бұрышты келген темір кесінділері балықтың қабыршықтарындай етіп орналастырып тігілген жауынгерлік киімі бар қол бастайтын батырларына және үстерінде шапан, бастарында бөрік киген ел бастайтын билеріне ризашылық білдіріп, Абылай хан қолын жайып батасын береді. Ал батырларым, жорытқанда жолдарың болсын. Әумин! Жүріңдер. Сонымен Абылай хош айтысып қайтып кетеді. Елшілер ілгері жүріп кетеді. Елшілер бірнеше қиыншылықты бастан өткізеді. Аязды күні аттарына қар тепкізеді. Әлденеше қиын асу белдерден де асады. Су ащы көлдерден де асады. Сұрай-сұрай Тарбағатай тауының таң жағында, Алтай тауының оң жағында отырған хан ордасына барып жетеді. Кешке жақын Қазбек хан ордасына барады. Хан ордасына барған кезде Қонтажы ханның күзетшілері кіргізбейді. Қазақ елшілер келді. Кірсін. Кір. Қазақ еліне елшілер келді. Қайда орналасамыз? Сойыс қылып, шығынданбай, бөлек-бөлек қонақ қылыңдар. Менің 100 атым бар, 100 атшым жоқ. Атты тарата алмаймын, бір жерден орын берсін. Қонтажы хан 10-15-тен отырған уәзірлеріне табыс қылады. Сонда бұл жауапты қанағаттанбай Қазбек. Қонтажы хан келіскенде ишара білдіріп, уәзірлеріне табыс қылады. Басқасының албарына барлық ат сыймай, хан өз албарына байлатады. Сол күні кешке Қонтажы хан ордасында уәзірлерін, билерін жиып, және ханымын қасына алып кеңес жүргізеді. Үстінде ұзын етекті қара көйлегі бар, басында ақ жаулықты кимешегі бар ханым Қазбектің бала екенін байқап, содан кейін Қонтажы хан сөзі өзі бастайды. Қазақ халқы бізді қамап келіп жатыр. Тайға мінгізіп, бір баланы да жіберіпті. Абылайдың бізді келеке қылғаны ғой. Менің ойым мынау, келекеге келген қылып, олардың кісілерін қырып тастап, аттарын жылқыға қоса салсақ қайтеді? Қырып салса қырып салайық. Бастарын кесейік. Жылқыларын жылқыға қосайық. Ол дұрыс болмас. Қазақ деген қабырғалы қалың ел ғой. Елшіге елім жоқ деген. Жат елдің елшісі келгенде хандық қасиетін сақтап, сөзін тыңдау керек. Сен 100 кісіні өлтіріп жалан алмассың, 100 атты жылқыға қосып байлай алмассың.
Тай дегенің тұлпар болып жүрмесін, бала дегенің сұңқар болып жүрмесін. Байқау керек. Сонда қонтажы хан тұрып: Олай болса, өзіме өзі, сөзіме сөзі сай келетін адамы болса, оны көрейін. Сай келмесе, сол арада жазасын берейін. Шақырындар қазақтарды. Жайғасыңдар қазақтар. Я қазақтар, неменеге келдіңдер? Айтарларым болса, айтыңдар. Қазақ елшілерінің басшысы Тайкелтір би асып айтпайтын бұқпа кісі екен. Дегеннен шаңқылдасып қайтеміз деген кісіше: Өлеңді өзгеге бердік, өрлікті төменге бердік. Алдыя тақсыр, алдыңа келдік. Берсең алдық, бермесең қалдық. Сөзді өзіңе салдық. 3-4 ауыз тақпақпен сөзді тастай беріп еді. Сонда асып тұрған тәкаппар Қонтаж хан Тайкелтірдің төмендеп сөйлеген сөзіне мере үстем болып: Олай болса, кешке шейін бір жауабын қайрармын. Жауап қайтпайтындай күн туса, ат-тонның аманыңда. Елді тапқандарың теріс болмас. Тайкелтір 3-4 ауыз тақпақпен сөзді тастай беріп еді. Хан оны 2 ауыз сөзбен үзіп тастады. Үзілген сөзді жалғап, қазақ жағынан ешкім ештеңе дей алмады. Қазақ қалмақ таразыға бір түскендей болды. Қазақ елшілері тығырыққа тығылғандай болып қалды. Сонда Қазбек есік жақта өзінің жігітінің жанына еркелегендей болып отыр еді. Айнала бір қарап, ешкім ештеңе демеген соң, орнынан атып тұрып, хан ертіске жетіп барады. Ерден несі артық, ептестірген сөз артық. Малдан несі артық, бірақ асым ет артық. Жерден несі артық, бірақ ұлыс шөп артық. Міндетіне алған сөзден, шегінген жігіттен, аштан өлген аюдың өт артық. Содан кейін Қонтажы ханға жетіп келіп, қарысып тұрып: Еребелек емес, еркебелек емес, тақ-тақсың. Өй, сен не деп тұрсың? Өзің жөніңді айтшы, атың кім? Атым Қазбек, әкем Келдібек. Халқым қазақ, руым Қаракесек. Даусын қаздың даусындай қаңқылдап шығады екен. Ал, айтшы атыңды. Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге соқтықпай шай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі тапқан елміз. Досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзын ақтай білген елміз. Асқақтаға хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса, күн боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақ болсам, біз қазақ қарбысқалы келгенбіз. Сен тебір болсам, біз көмір ерткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы қабысқалы келгенбіз. Табысуға көнбесен шабысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желіммен жабысқалы келгенбіз. Берсен жөндеп бітімдай, бермесен дірілдей жөніндай, не тұрсатын жеріндай. Сонда Қазбектің сөзі ханның басынан асып, хан не дерін білмей сасып қалып: Өзің сөзге келген бала болатын болсан, отырған орны қандай төмен еді? Бері қарай, жоғары келші. Біздің қазақтың әдетінде жасына қарай отырып, жағына қарай сөз сөйлей береді. Өзімнен үлкен ағаларым төрде отырса, маған төбеде отырғанмен бірдей. Осылар келгелі әр үйде қонақтап жүр. Алыстан келген елшілер ғой. Ашулары бойында тұр екен. Қонақ үйге апарып, бір жерде күтімге алыңдар. Келіңдер қазақтар, қонақ үйге апарып күтімге алайық. Қазақтар шығып кетті. Қазақ қалмақ бірыңғай қалып қойды. Қалмақтар ханның бұл әрекетіне таң қалып, жөн сұрайды: Бір жұдырықтай баладан неге сонша сескендіңіз, хан ием? Сонда қалмақ ханы Қонтажы хан тұрып: Сендер білген жоқсыңдар.
сөзді өнменімнен сұғып айтқан кезде екі иығынан, екі аю, аузынан от шашып, тыпыр етші, көрейін деп тұрды. Мінекей, мен содан сескендім, сендерге көрінбегенмен, маған көрінді. Енді менің бұған қайтарып айтар сөзім жоқ. Мал мен жаның есептеп, алдына салып беріңдер. Мал мен жанды есептегеннен кейін Қонтажы хан: Шақырындар қазақтарды. Мен хан болғалы, басыма қасиет қонғалы. Еш адамға тізе бүгіп көрген жоқ едім. Жығылғанымды білдіріп, сіздерге біраз сый жасасам деп, әр қайсыларына бір тоғыздан сый берсем деп шештім. Балам Қазбек, сен жана үйреткен жас тұлпар екенсің. Сенің айтқан сөзіне мені буыным шыдамай сіресіп тұра алмадым. Сондықтан саған екі түрлі сый беремін. Біреуі, сенің дауысың қаздың дауысындай қаңқылдап шығады екен. Бүгінгі күннен бастап сенің атың қаз дауысты Қазбек болсын. Екінші, 97 жүлдені саған арнап байладым. Бүгіннен бастап сен екі есе сыбағалы бол. Сөйтіп, есеп қисақ бітіп, қалмақ елмен қош айтысып, мал мен жанды алдына өрістетіп, тайкелтір бастаған қазақ елшілері олжалы, сыбағалы болып елге қайтады.